Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырмаға қарайық. Қазір 193 ел ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраларды қорғау конвенциясының мүшесі. 2018 жылы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне 1092 нысан кірді. Олардың 845 мәдени, 209 табиғи, ал қалғандары аралас нысандар. Тізімде қанша аралас нысан бар? Енді шешуіне қарайық. Сонымен мәдени нысандар бізде 845, табиғи нысандар 209. Аралас нысандар белгісіз, бірақ барлық нысан бізде 1092. Ендеше барлық нысанын 1092-ден азайтамыз. Жақшаның ішінде 845 қосылған 209 жақшаны жабамыз, тең болады. 845 209-ға қосып аламыз. 1054. 1092-ден 1054 азайтамыз, тең болады 38. Жауабы тізімде 38 аралас нысан бар. Есіңде сақта, үш таңбалы санға бөлу амалын қалай орындалғанына қара. Бірінші толымсыз бөлінгіш 3918. 3918-ді 653-ке бөлемін. Бөлімдіге цифр таңдаймын. Ол үшін 39 жүздікті 6 жүздікке бөліп, 6 санын аламын. Тексеремін. 653 көбейтілген 6 тең болады 3918. Бөлімдінің мәні 6-ға тең. Екіншісіне қарайық. Бірінші толымсыз бөлінгіш 1375. 1375-ті 573-ке бөлемін. Бөлімдіге цифр таңдаймын. Ол үшін 13 жүздікті 500-дікке бөліп 2 санын аламын. Тексеремін. 573 көбейтілген 2 1146. Қалдықты табамын. Ол бөлгіштен кіші. 2 цифрын түсіремін. Екінші толымсыз бөлінгіш 2292-ні 573-ке бөлемін. Дәл солай пайымдаймыз. Тексеремін. Қалдық нөлге тең. Бөлімдінің мәні 24-ке тең. Яғни осы ережелерді балалар есте сақтауымыз керекпіз. Екінші тапсырма есепте және тексер. Яғни бізге бөлуге берілген есептер берілген. Бөлуге өзара кер амал бізде көбейту, ендеше көбейтумен тексереміз. 4167 бөлінген 463 тең болады 9. 5274 бөлінген 586 тең болады 9. 1539 бөлінген 171 тең болады 9. 65076 бөлінген 986 тең болады 66. 5256 бөлінген 584 тең болады 9. 1358 бөлінген 194 тең болады 7. 93765 бөлінген 987 тең болады 95. 11584 бөлінген 362 тең болады 32. 36512 бөлінген 652 тең болады 56. 12152 бөлінген 124 тең болады 98. 13533 бөлінген 347 тең болады 39. Үшінші тапсырма теңдеулерді шеш. D бөлінген 524 тең болады 3570 бөлінген 70. D бөлінген 524 тең болады 51. D тең болады 51-дің 524-ке көбейтіндісі. D тең 26724. Тексереміз. Екінші теңдеуге қарайық. X бөлінген 258 тең болады 98756 азайтылған 97984. X бөлінген 258 тең болады 772. X тең болады 772-ның 258-ге көбейтіндісі. X тең болады 199176. Тексереміз. Төртінші тапсырма есептерді шығар. А. Егер тік төртбұрыш пішінді үстелдің ауданы 126 дециметр квадрат,
Ал ұзындығы 14 дециметр болса, ені қанша болады? Сонымен бізге ауданы белгілі, ұзындығы белгілі, енін тауып алуға болады. Қараймыз. Ол үшін не істейміз? Яғни, біз сіздермен 126-ны 126-ны бөлеміз 14-ке, тең болады 9 дециметр. Сонда жауабы үстелдің ені 9 дециметр. Сонымен, енді ә тапсырмасына қарасақ, осы үстелдің периметрін есепте. Яғни, ұзындығы белгілі 14 дециметр, енін таптық 9 дециметр, ендеше оның периметрін тауып көреміз. 2 көбейтілген жақшаның ішінде 14 қосылған 9 тең болады. 14-ті 9-а қосамыз 23, 2-ні 23-ке көбейтіндісі тең болады 46 дециметр. Сонда жауабы үстелдің периметрі 46 дециметр. 5-ші тапсырма. Аспан астындағы ашық музейге 3 күнде бейсенбі, жұма, сенбі 11875 адам келді. Бейсенбі күні келушілер саны сенбі күні келгендерге қарағанда 3 есе кем болды. Ал жұма күні 3875 адам келді. Бейсенбі және сенбі күндерінің әр қайсысында музейге неше адам келді? Енді шешуіне қарайық қанекем. Сонымен бейсенбі белгісіз, бірақ 3 есе кем, яғни қай күнге сенбі күнге қарағанда. Ал жұма күні бізде 3875 адам келген екен. Барлығы 11875. Енді шеттен құру арқылы да шығаруға болады. X қосылған 3x қосылған 3875-тен болады 11875. 4x тен болады 11875 азайтылған 3875. 4x тен болады 8000. X тен болады 8000-ның 4-ке бөліндісі, x тен болады 2000. Бұл сонда 2000 адам бейсенбі күні келген. Ал 3 есе кем дегеннен кейін, яғни біз ендеше 3-ті 2000-ға көбейтеміз, тен болады 6000. Бұл сенбі күні. Сонда жауабы бейсенбі күні 2000 адам, сенбі күні 6000 адам келді. 6-шы тапсырма, өрнектер құрып, олардың мәнін тап. А. Азайғыш 208500, азайтқыш 44455 пен 523 сандарының бөліндісі түрінде өрнектелген. Сонда жазамыз 208500 азайтылған, жақшаның ішінде 44455 бөлінген 523. Жақшаны жабамыз тең болады. Бірінші жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз бөлу. Яғни 85 шығады, одан кейін 285-ден 85-ті азайтамыз. Сонда 208.415-ке тең. Ә тапсырмасына қарайық. 120.638 бен 80.294 сандарының қосындысына 11.983 пен 521 сандарының бөліндісін қос. Енді қараймыз. Жақшаның ішінде 120.638 қосылған, 80.294 жақшаны жабамыз, қосылған, жақшаны ашамыз, 11.983 бөлінген 521 жақшаны жабамыз тең болады. Яғни бірінші жақшаның ішіндегі қосуды орындаймыз, одан кейін бөлуді орындаймыз, одан кейін екі жақшаның ішіндегі өрнектердің мәнін қосамыз. Сонда тең болады 200.955. 7-ші тапсырманың асы. Мектеп асханасына күріш әкелінді. 6 күн бойы күніне 4 килограмм 500 граммнан күріш жұмсалды. Егер 32 килограмм күріш қалған болса, асханаға қанша килограмм күріш әкелінген? Енді сонымен 6 күн бойы жұмсалды, ендеше 4500 граммды 6-ға көбейтеміз, тең болады 27000 грамм. 27000 грамм деген ол 27 килограмм. Бұл яғни 6 күнде жұмсалғаны. Енді 32 килограмм күріш қалған. Ендеше 27 килограммға 32 килограммды қосамыз. Тең болады 59 килограмм. Жауабы асханаға 59 килограмм күріш әкелінген. Ә тапсырмасы. Асханада орам жапырақ салынған 85 бәліш пісірілді. Бұл күріш салынған бәлішке қарағанда 2 есе кем. Орам жапырақ салынған бәлішке қарағанда күріш салынған бәліштің нешеуі артық пісірілді. Енді шешуіне қарайық. 85-ті 2-ге көбейтеміз, тең болады 170. Бұл күріш салынған бәліш. Енді 175-тен 85-ті азайтамыз, тең болады 85-ті артық екен.
Сонда жауабы күріш салынған бәліштің 85-і артық пісірілді екен. Б тапсырмасы. 17 қалта ұнның массасы 34 килограмм, ал 25 қалта күріштің массасы 75 килограмм. Күріш салынған қалта ұн салынған қалтадан қанша килограмм ауыр? Енді қарайық. Яғни 75 килограмм деді бізде. Ол 25 қалта. 75-ті 25-ге бөлеміз, сонда тең болады 3 килограмм. Яғни бір қалта күріштің массасы 3 килограмм. Енді онды күн көрейік. 34 килограмм 17 қалта. Ендеше 34-ті 17-ге бөлеміз. Тең болады 2 килограмм. Бұл бір қалта ұн. Сонымен бір қалта ұнның салмағын таптық, бір қалта күріштің салмағын таптық. Енді сұрақ, күріш салынған қалта, ұн салынған қалтадан қанша килограмм ауыр? Яғни 3-тен 2-ні аздам, тең болады 1 килограмм. Жауабы күріш салынған қалта 1 килограммға ауыр. 8-ші тапсырма, ойлан және жауап бер. Қалай ойлайсың? 4 бұрышты бір түзусықпен, әр қайсының тік бұрышы бар 2 үшбұрышқа, тік бұрыштары жоқ 2 үшбұрышқа бөлуге бола ма дейді. Яғни бір сызықпен. Енді міне бір сызықпен. Яғни әр қайсының тік бұрышы бар 2 үшбұрышқа бөлуге болмайды. Тік бұрыштары жоқ 2 үшбұрышқа бөлуге болады. Көрдіңіздер ғой, сызық арқылы. Яғни бөлуге болатыны және болмайтыны жауап бердік. 9-шы тапсырма, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуге қарай, x бөлінген 792 тең болады 46865 бөлінген 721. X бөлінген 792 тең болады 65. X тең болады 65-тің 792-ге көбейтіндісі. X тең болады 51480. Тексереміз. Екінші теңдеуге қарай, жақшаның ішінде y азайтылған 4760. Жақшаны жабамыз, көбейтілген 568 тең болады 81224. Y азайтылған 4760 тең болады 81224-тің 568-ге бөлінгісі. Y азайтылған 4760 тең болады 143. Y тең болады 143 қосылған 4760. Y тең болады 4903. Тексереміз теңдеуді. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.